Құрметті әріптестер, дәл осылай атақты тұлғаларды сөйлетіп үйренгілеріңіз келсе, осы видеоны аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Өздеріңізге қажеттілерді түртіп алып отырыңыздар. Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Бүгін атақты тұлғаларды сөйлетуге арналған жасанды интеллект жасауды көрсететін боламын. Ол үшін өзіміздің Google аккаунтымызбен байланысқан Google-ға кіріп аламыз. Мен авторизация етіп тіркелген болатын. Ең жоғары жағында тұрған создать видео деген нүктені басу арқылы кіреміз. Өзімізге қажетті тұлғаны суретін тауып аламыз. Мен мына жерде Ахмет Байтұрсыновты жасап көргелі жатырмын. Ахмет Байтұрсыновты суретін аламыз. Бұл жерде суретті алуда ең басты маңызды критерий беті анық болу керек. Алып тұрған адамыңыздың беті анық болу керек, және еріндері жабық тұру керек. Өйткені ашық тұрса, автоматты түрде қабылдамай қояды. Дұрыс емес деп шығарып лақтырып тастайтын болады. Мінекей Ахмет Байтұрсыновтың суреті форматы келіп тұр. Енді осы жерде мен жаңағы Ахмет Байтұрсыновтың өмірбаянын жазсам болады, болмаса балалар бүгінгі сабақтарына сәттілік деген сияқты осы тұлғаның атынан балаларға жолдама ретінде жазсам болады. Мына жерде мен бас жағында Ахмет Байтұрсыновтың өзін таныстырып көргім келді, бірақ артынан Ахмет Байтұрсынов өзінің бір шығармасын балаларға өз даусымен оқып көрсін деп Ахмет Байтұрсыновтың бір өлеңін алған болатын. Бұл жасанды интеллекттің жасау жолы жаңағы балаларға бір сарындылық болмас үшін тұлғаның суретін ғана көрсетіп, осылай деп аты жөнін таныстырғаннан көрі өз аузымен өз шығармашылығын оқыса, болмаса өзін-өзі таныстырса, сол балалардың есінде ұзақ уақытқа қалады деген сенімдемін. Енді мына жерде назар аударсаңыздар, әрі-бері жылжытып, жаңағы тұлғаның оң жақта, сол жақ формасын дайындауға болады. Ал енді мына жерде Ахмет Байтұрсыновтың бір өлеңін алдым, балаларға арналған. Копировать етіп қойсаңыздар болады. Енді неше түрлі тұлғалар жасасаңыздар болады. Өйткені атақты тұлғалар деген бастауыш сыныптарда бөлімдер басталған болатын. Адамдық диқаншысы деген өлеңін таңдап алдым. Таңдап алып, жаңа мына жерде көрсетіліп тұрған бөлімге қойсаңыздар болады. Қасында аудио деп тұр. Өлең жолдарын қойсаңыздар да болады. Астынан тілдер таңдап аласыз. Бірнеше тіл берілген. Біздің тілімізде бар, ішінде қазақ тілін таңдап аласыз. Оның астында әйел адамның дауысы Айгүл, ер адам дауысы Дәулет деп берілген. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, 15 кредит берілген, кредит саны. Әрбір видеоны есептеген кезде кредит саны алып тұрады. Менде барлығы 20 кредит болады. Неге осы Ахмет Байтұрсынов видеосын жасағанда менен 4 кредит алып жатыр. Видеоны генерировать етіп жасадым. Мен сіздерге қазір Жамбыл Жабаевты саған көрсеткім келеді. Жамбыл Жабаев мына жерде өзінің даусымен сөйлеп, балаларға өзінің тілегін айтып жатыр. Видеоның соңына қарай Жамбылдың жаңағы балаларға арналған өлеңін қосатын боламын. Мына жерде форматы дұрыс емес болып қалған ба, дауысы шықпай жатыр. Неге мына жерде көк немен мы успешно создали ваши видео деп шығып тұр. Жамбыл Жабаевтың бұл алдыңғы бөлімде сын есімдер бөліміне арналған тақырыпты жасалған болатын. Компьютеріңіздің дауысын жоғары көтеріп қойсаңыздар шығатын болу керек. Мына жерде компьютердің бетін түсірген болатын, видеосының качествосы дұрыс емес екен, жөндеп шығармайды екен. Мына жерде Ахмет Байтұрсынов жаңағы адамдық диқаншысын оқып, дауыс мақамына салып, оқып беріп жатыр. Енді осы видеоны өзіңіздің компьютеріңізге сақтап алып, WhatsApp-қа да лақтырып алсаңыз болады, флешкаға да сақтап алуға да жақсы мүмкіндіктер бар. Әртүрлі тұлғаларды осы мен көрсетілген жүйе бойынша жандандыра аласыз. Мұнда Google аккаунтыңыздың паролін білуіңіз міндетті, өйткені кейін ұмытып қалып кіре алмай жатуыңыз да мүмкін. Мінекей барлығы 46 секундтан тұратын видео жасалынды. Ал енді бұл барлық видеоның өзінің лимиті болады. 1 минуттан асырмауы да мүмкін. Ал енді бұл видеоны өзімізге қалай сақтап аламыз? Мына жерде скачать дегенді басасыздар.
өзін өзі автоматты түрде жоғарыға қарай дайындап жүктеп алады. Осыны алып отырасыздар да ноутбуктарыңыздың бетіне қойып сақтауға болады. Енді мына жерде проигрывательден тағы да бір рет қосып көруге болады. Осы жасанды интеллект жолын жасау ұнап жатса лайк басыңыздар, әріптестеріңізге бөлісе отырыңыздар. Сұрақтарыңыз бойынша астында көрсетілген номерге жазып, әртүрлі тұлғаларға арналған өлең жолдарын, болмаса басқа өмірбаяндарын айтқызуға тапсырыс берсеңіздер болады. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Алда келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.